Үй жұмыстары оңай алған сияқты. Енді біз қазір отбасы туралы сондай видео түсіретін боламын. Бұл отбасылық видеолардан тек қана қызы сондықтан кейде бастайтын боламыз. Қызы сабақта, сол үшін қазір анасы мен сіңлісін көрсететін боламын. Әрине ұйықтатты. Сүтте де сот таусылып баратыр, түсінде заказ беру керек болды ғой. Тұрсын жай сөйлейін, өйет болмайын. Статустарда не салыпты көрейінші. Жай болып көрмесе мұна ойым қалады. Ойыншықтан шашты саптығы жинап тастайын. Қызым сабақта еді. Бұл тенді статустарын көріп отыра берейін. Ашқын киіп алайын. Ал қызының не істеп жатқанын бірге көретін боламыз. Так, балалар, тынышталамыз. Мен қазір шайымды ішіп алсын, сендермен сабақты бастаймыз. Ағай, тез бастасаңызшы. Қоя тұрсаңдар, сені шайымды ішіп алайын да. Дана, отырсайтыңыз, ішіп алсындағы шайын. Сен аузыңды жап, сен маған өйтіп сөйлейтін кімсің? Соғой, сен мен құрбыма сөйлейтін кімсің өшета? Оны қойындар, кеше құппаға ағай бейту жазып еді ғой, жаңадан қыз келеді деп, ағайдан сұрап көрек деп айтем. Иә. Жаңадан опысып кешеріңдер. Жаңадан қыз келеме күшті болды, соны тәртіп болмасам. Кетші бар осы, мен дос болмайды, ол тек қана қыздармен ғана дос болады. Балалар, тынышталамыз, мен қазір завуч шақырып жатыр, жаңадан оқушы келді. Жарайды ағай, 6 минут қой. Оны старцысқа тапсырам. Старц, бергел. Тез келші. Замсектері сен отыр. Мен барам ғой. Ау ағай, не дейсіз? Осыларға қарап отырш бар қойшы. Мұнда отыр қойшы мен. Әр ойынға ауыса бермей отырыңдар тыңыш. Жарайды ағай, отыр менің орныма сен. Отырыңдар. Ойбай, бакалында кетіппін ғой. Мен қазір келем, отыра беріңдер. Отырсаңдар тез, маған ағай айтты. Бұл старсты қарайды деп, мені кішкентай деп үйтіп санай бермейіндер. Сыныңдер ма? Ой, Әсел, айтсайш тез. Менің құрбымын қаныш, тез отырыңдар тыңыш. Ағайдың сызғышы бар ма? Тұрана, анда тұр, барып ұрып кеш. Отырмайсыңдар ма? Ұрамату бар ғоше. Сен ұрмасын, ебіра бас десе. Жындысың ба сен? Кетші құршы бар башета. Енді тыңда ода. Тыңдамайын, не істейсің ау? Қарсы шығайын деп тұрсың ғой, сен кісі сияқты, өзім білеме, кет құры бар. Ұрамату тағы да қазір. Ұрсаң ағайға айтып берем. Түсінің ба?
Кет шұқыршы бар. Таяқ жейсің сен бар ғой ше. Айуан. Мынау тынышталып қалды, енді ана баланы ұрайын. Айдостың отырсай, не бірдеңе керек па саған? Ұрсу керек па әлде? Кет шұқыршы бар. Өзім білем сұның ба? Сен маған қарсы шығаттың, кімсің, қол көтерейін деп тұрсың ғой жеді. Қазір аға келсін, жаныңды шығартып айтқызам сұның ба? Ағайда қыздарға қол көтеруге болмайды сұның ба? Тек ұрыспаса болды. Ұрсады, еще как ұрсады. Кет басқаға тиісей бар. Өзім білем басқаларға тиісем ба, тиіспейм ба. Аны сияқты аузыңды жауып тастаймын. Егер аузың жау болмаса, қайтадан тиісем. Өзім білем, мен өзімнің қақым бар. Мен өзім тынышталам ба, тынышталмайым ба. Сен тыныштал, сол кезде мен тынышталам. Кісі шығарсың, мен зам секторымын, сондықтан бар, кет құр бар. Не құрталатын? Кісі шығарсың, аға емес, зам сектор емес, не староста емессің. Зам секторым ғой, неге оны зам секторды қосыватсың? Сен өтірік істеп жатсың сұның ба? Сен өтірік зам сектор болып кеттің. Ал ана Дана кәдімгідей есеп оқып істеді. Ал сен оның қасында сектор болып қалдың. Сұның ба, сондықтан епқаны іше берме. Болды, тынышталды. Енді ана екеуін тынышталдырайын. Екеуің қазір таяқ жейсің. Біз ана екеу сияқты қойып қалатын бәле емеспіз. Біз красавчикпіз. Кім айтты саған красавчиксің деп? Құры кет бар, өзінің түріңе қарап ал. Көріп тұрған жоқсың ба не? Сен өтірік іштен красавчик деп жүресің. Ал мен іштен сені жаман жиіркенішті деп жүремін. Қазір сені қойдып тастайын, сосын мынау қойып қалады ашата. Ол қойынбайды, мен қоям, сол кезде ол қойылады. Расыл, аузыңды жап, сұның ба, сен маған қол көтеретін мен қыз емессің. Анау қасындағы Диас сенің арқаңда жүр ғой. Әйтпесе жылау қопырырсың, жылап қалады. Айуан. Кім айтты оны жылауық деп? Әні көрдің ба, бір сөйлесең Диас туралы жылап қала береді. Қойше бұл де. Өзім білем, қоям ба, қоймайым ба. Мен зам секторымын, староста болмасам да заң секторы болдым, неғысы сұның ба? Енді не ағылайын, зам секторы болсаң. Солайша ол ұтылып барады. Екеуі көп сөзді қателесіп, солайша екеуі бірақ зам секторы Әселия екі баланы Нұрасыл мен Диасты қойдырып, ауыздарын жауып тастады. Солай. Болды қойдау, аға кемей атып қойдырып тастадым, чотам. Молодец, зам секторы, сені бұл күшті қылғызыппын. Ағайдың орнына мынаны жазамыз, кастақтағы бір нәрсе жазам, отырындырдыңыз. Жаңадан қыз келем дегенше. Уже қоңырау соғып қойды ма? Сол ғой, мен оларға не үйреттім? Там бізге вечеринка болып өтті. Сол айтам, тым қолдарыңнан келмейді, староста не зам. Ойындаш, мен де кеттім.
Сен мамама айтам түсінің ба, сен ұрғаның дейді. Қыздар, тым староста не зам сектор болмайды дейсіңдер. Одан да мен де бола салуым керек еді, негізі бар қойшы. Тым болмайды екенсіңдер, тым тынышталған деген жоқсыңдар. Әшейін сабақты өткізбесеңдер, вообще. Ася ой. Короче, Ася естідің ба? Я естідім. Бізді не сабақ өткізе алмайды дейді ғой. Кеттік ода тез сабақты өткізіп, мынандай өткіздік деп айта салайық. Я сөйте салайық. Мынаны тақтаға жаза салдым, алдым өткеніміз ғой. Просто бүгін не өтетініміз білмеймін, мынаны жаза салғам ба. Күнделікке бүгін жазбаппын, бар ғой ше. Сол үшін бүйтіп жаза салдым, енді аға білмей қалады ау. Ал балалар, ішке кіреміз, сендерді осы қызбен таныстырамын. Ал мектеп ұнады ма бізге? Я ұнады, бірақ шамалы қысылып тұрғаны болмаса. Еш не істеме, ұялма. Біздің мектептегі қыздарды да көрсетем, жүр. Я. Ал вот біздің қыздар. Мынау староста, ал мынау зам сектор. Сәлем. Ағай. Ау. Осы ма сіздің жаңадан келеді деген қызыңыз? Я, не болды? Жақтырмай тұрсың ба не? Жоқ, тұр, әдемі екен да, просто ше, не үшін ұяласың, ұялма. Қазір саған таныстырып шығамыз, Дана екеуміз. Сенің атың кім болады? Оның аты ешкімге айтпады, маған да айтпады даже. Жайды ода, жүріңдер үшеуміз әжетханаға барып қайтайық. Бет-оғыңды жубасың, ато көзінің астары қап-қара болып тұр. Түнімен телефон көргесің ба? Ойбу, сендерде бір нәрсе сұрауды ұмытып кеттім ғой. Так, Дана, не өттіңдер бүгін? Ағай, бүгін біз нан өттік. Оны баяғыда өтіп қойған емеспіз ба? Просто қайталау просто айтты да, осы ұмытып қалдық деп сөйтіп айтып жатқаным ғой, енді ойны естеріне салып жібердім. Жақсы, оны көре жатармыз, естеріне салды ма, салмады ма? Барып одан да аралап қайтыңдар, мектепті көрсетіңдер. Я, жүр кетті, мектепті аралатып қайтамыз саған. Қазір мұнда немді қоя салайын. Саған бірінші сыныпта, біздің сыныптағы адамдар таныстырып кетейік. Жарайды. Я, мен таныстырайыншы бірінші. Жарайды. Ана өзінше болып тұрған қыз бар ғой ше. Я. Ол негізі досы болған, просто оның досы енді қалаға бір жаққа кет қалғаннан кейін бізбен ойнамай кетті, ато бізбен күшті күліп ойнап жүретін тұғын. Оның аты Замсерік. Замсерік. Я, ол өзінің ата-анасы старосты болсын деп, өйстіп Замсерік деп қойған. Ал бірақ оның орнына мен бола салдым. Әрі біздің Дана болды. Ойбу, біздің атымызды таныстыруды ұмытып кетіппіз ғой. Менің атым Әселя. Менің атым Дана. Сенің атың кім? Сен саған айтпапсың ғой? Ағайға.
Менің атым Секрет. Айтшы енді. Ау.